Қайырлы кеш достар, қалайсыздар? Бүгін сіздерге сүзбелі конверт печеньесін жасап көрсетемін. Өте дәмді печенье. Сахарный пудра сеуіп берсеңіздер де болады, былайша да өз дәмді. Қазір ішін үзіп көрсетем. Сосын толық рецепт сіздерге айтып, қалай жасау керекін көрсететін болам. Ішін үзіп көрсетем, мінекей. Іші мынандай болады. Бізге керек заттар: 3 жұмыртқаны жарып алдым, разрыхлитель, 150 грамм сары май, 200 грамм шекер, 100 граммын тестасына қосам, 100 граммын сүзбеге қосам. Сүзбеге жұмыртқаның ағын қосам, 1 жұмыртқаны. Бірінші майын сабалам, 150 грамм. Бөлме температурасына тұрған май. Сосын 50 грамм қаймақ қосам. 100 грамм шекер қосам. Сосын жұмыртқамды қосам. Жақсылап араластырып, разрыхлитель 5 миллиграмм бір пакетикті салдым. Одан соң алдын ала електен өткізіліп алған 250 грамм ұн салатын болам. 250 немесе 300 та салуға болады. 250 мен 300-дің ортасында болады негізгі ұнның. Осылай қаспен қосып болған соң қолыңызбен жақсылап илейтін боламыз. Қамырымыз өте жұмсақтау кетпеуге, қатты да болмау керек, өйткені печеньені ішіне творог салып бүгуіміз керек болады. Жұмсақтығы мынандай болу керек. Бірінші мен 250 грамм қосып көрген едім. Оннан сәл жұмсақтау болған соң тағы да 50 граммдай қосып, мен 300 грамм ұн қостым. Енді сүзбесіне 100 грамм қалған шекерімді қосып, 1 жұмыртқаның ағын қосып, ішіне салатын салмасын дайындаймыз. Менде бұл жерде 350 грамм сүзбе, 1 жұмыртқаның ағы, 100 грамм шекер салмасы. Қамырымызды осылай жайып аламыз. Сөйтіп 4 бұрышты формаға келтіру үшін шет-шетін кесетін боламыз. Осылай 4 бұрышты форма болады. Осын енді бірдей теңдей 4 бұрышты кішігірім бөліктерге бөлетін боламыз. Ішіне салма салып, конверт күптеу үшін осылай саламыз сүзбемізді. Бәріне осылай салып шыққан соң шетінен түйетін боламыз. Осылай формада болады. Осылай бүгілген формадағы печеньелерімізді 180 градуста 20-25 минутта пісіріп алуымызға болады пеште. Өте оңай, тез жасалатын. Осылай табамызға салып аламыз. Бетіне жұмыртқаның сарысын жақсаңыздар болады, жақпай-ақ кейін сахарный пудра сеуіп те бере беруімізге болады. Мен аздап жұмыртқаның сарысын жақтым. Бір табамда осылай жұмыртқаның сарысын жағып пісіремді, екіншісін жұмыртқаның сарысын жақпай-ақ сахарный пудра сеуіп бере беруіме болады. Осылай бәрін қаз-қатар қойып алғаннан кейін пешімізге салып, осылай 20-25 минутта пісетін пісті. Достар, менің рецептім бойынша жасап көріңіздер. Өте тез жасалатын дәмді печенье. Егер де менің рецепттерім ұнап жатса, каналға тіркеліп, пікірлеріңізді қалдырып, қандай да толық рецепттерді көргілеріңіз келеді, жаза кетіңіздер. Екінші табамдағы печеньеге сахарный пудра сеуіп жатырмын. Осылай да беруге болады, сахарный пудра сеуіп. Шайға өте керемет.